Ассаламу алейкум достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында сүттен жасалған осындай кереметтей жұп-жұмсақ нанның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Егер видео ұнап жатса, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Осылай үй жағдайында өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен біз сүтімізді ысытып жылытып аламыз. Оны шыны ыдысқа құйып, біраз суығаннан кейін қамыр илейтін ыдысымызға құйып, тұзымызды, ашытқымызды және сұйық майымызды құйып, барлығын араластырып, сосын ұн саламыз. Ұнды салған кезде өздеріңіздің ұндарыңызға байланысты, әркім оны әрқалай, сол үшін ұндарыңызды есептеп салсаңыздар болады. Мінекей қамырымыз ашыды. Енді осы қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Яғни 3 нан жасаймыз. Осылай 3 суалаға бөліп алдым. Сосын әрқайсысын жеке-жеке осылай нанның қалпына келтіріп, осындай пішінге салдым. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Өте оңай, әдемі болып шығады. Осылай қолыңызбен жасап шығасыз. Сосын ортасын қайтадан қолымызбен жайып, ортасын шанышқының көмегімен тесіп шығамыз, көтеріліп кетпес үшін. Енді келесін осылай жасап аламыз. Барлығын осылай жасап болған соң, бір 5-10 минутқа қойып қоямыз. Табанымызды майлап, жұмыртқаның сарысымен әр нанымыздың бетіне жағып шығамыз. Мінекей достар, біздің нанымыз пісуге дайын. Пешімізге 220 дәрежеде 15 минутқа пісіруге жібереміз. Мінекей достар, нанымыз пісті. Иісі өте керемет, жұп-жұмсақ болып пісті. Үйдегі отбасыларыңызға, балаларға жасап берсеңіздер болады. Дәмді, жұмсақ әрі тойымды болып пісті. Келесі менің видеомды жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.